Олардың патшасынан да ықпай, қарсы келіп тұрған қайсарлық ұнады. Егер әр ғұн сарбазы осындай болса, жау беттей алмас еді. Жеңіс ғұндар қолынан кетпес еді. Ол кезде ғұндар басына шырақ жанар еді де, ежелгі атамекені жер жұмағы Манчжурия мен Сунцзянды қайта жайлар еді. Бірақ ол бір жайдан қорқайын деді. Рұғиланың есіне өткен бір тарих түсе кетті. Ол сақтар дәуірінде болып өткенге ұқсайды. Сол сақтар билеушісі Тұман ханның ажалы баласы Мүддеден болады емес пе? Нөкерімен аң аулап саят құруға шыққан ханды тау етегінде әскери жаттығу өткізіп жатқан баласы Мүдде жасағымен әкесінің алдынан шығады. Мүдде кезеніп келген садағын әкесінің қақ жүрегін көздеп тұрып жіберіп қалған. Сол-ақ екен сарбаздардың қолындағы кезек күткен мыңдаған жебелер жарыса жауып қоя берді де Тұман ханның кеудесіне кірш-кірш қадалып жатты, деп әңгімелейтін аңызда. Қазірде мына жайды осы бір аңызға ұқсатып қалған Рұғиланың денесі түршігіп кетті. Бірақ мына көріністе Еділдің Мүддеден көп өзгешелігі бар. Ол патшасын атқан жоқ. Өзі дайындаған сарбаздардың соғысқа әзір екенін мәлімдеді. Әйтпесе де орда басының бір сескенгені ақиқат. Талайды бастан кешкен әскер басы, орда басы бұл оқиғаға кездейсоқ деп қарамады. Оған шошына да, сүйсіне де қарады. Шошынғаны тас түйін жасаған бір қолға, бір ыңғайға бағындырғаны, алдында нендей кедергі тұрса да тапап өте шығардай өжеттігі, ойға алған ісін жүзеге асырудан неден де тайынбайтыны, қарсы келсе әкесінде аямайтын келбеті болса, сүйсінгені батыл да өжеттігі, жасағын тас түйін бір қолға өзіне бағындырғаны. Әлгінде жебені жаудырып қоя берсе, ордабасы болғанда қайтпек? Оның әлгіндегі жауар күндей түнерген қаһарлы жүзі күрт жылы шырайланып, шуақты сәуле пайда бола кетті. Мұны Рұғила қайырымдылыққа теліп, жауына қатал, досына қайырымды райын таныды. Біздер орда үшін әзірміз, деді ол, дулық астынан отты жанар жарқылдап. Оның бала дауысы саңқылдап шықты. Баланың әр қимылына сынай қарап, аязданып тұрған әмірші оң қабағын оқыс көтеріп, рұқсат берген ыңғай танытты. Еділ астындағы тай басын сілкіп қалды. Көзді ашып жұмғанша жасақ жалт бұрылып зымырай жөнелді. Аздан соң олардың артынан көз алмай тұрған әмірші әлгіндегі жасақтың маңдалада жалғыз құйынға айналып, көз ұшында баяу қозғалып бара жатқанын көрді. Құйын тау аңғарына түсіп көзден ғайып болғанда ғана әмірші ат басын бұрды. Император 2 Валентиниан. Рим өмірінде императорлық, мұрагерлік жолымен жүреді. Ата-бабасынан Валентиниандар әулеті тақтан түспеген. Әйтсе де таққа көз алартушылар қай заманда да болмай қалмаған. Валентиниандар тағына көз алартушылар табылды. Және осы 388 жылғы Римде орныққан ахуалдың өзі де тақ таласын туғызды. Император Грациан Валентиниан кенеттен қайтыс болып, орнына лайықты мұрагер дайындап үлгере алмай кетті. Ең болмаса өзінің төңірегін де тазалай алмады. Франк тайпасының басшысы Арбогаст беделді де белгілі адам болатын. Өз тайпасын шиырып ұстаған ол бір қолға Рим императорына берік бағындырып қойды. Көптеген тайпалардан құралған Рим империясын нығайта түсу үшін шындығында осы Арбогаст сияқты берілгенде берік қолбасшылар керек болатын. Бірақ ондай қолбасшылар аз. Рим империясының негізін франктар мен гот тайпалары құрады. Оларды бір қолда бағындыру жолы тайпа басшыларын өз төңірегінде ұстау. Валентиниан Грациан Арбогасты осы мақсатта қолбасшы етіп алған. Мықты қолбасшы Арбогаст императорға салмақ түсірмей, бәрін өзі басқарып отырды. Оған Рим тайпалары бір жұдырыққа жұмылғандай бағынды. Оның арқасында Валентиниан ел ішінде бедел алғанымен, болашақта өз тағына қауіпте көретін. Оның төңірегіне
әскер басылыққа ылғи өз франктерін жинағаны Валентинианға ұнамады. Қайсы бір істерде өзімен санаспай да кетіп жүрген Арбогастқа Валентиниан өз қалауымен қызметінен кетуді де ұсынды. Бірақ білімдар қолбасшы үнемі асқан мәдениеттілік, ұстамдылық көрсетті. Көп ішінде атына сын айтып жатса да үндемей құтылатын. Не әскери қызметті күшейте түсу шаруаларын, оның әдістерін айтып, әңгіме төркінін бұрып кетіп арбайтын. Бір жолы онысын байқап қалған император жоқтан өзгені сылтау қылып қатты сөгіс айтты. Императордың бұл пиғылын білген Арбогаст оның жөнсіз әңгімесіне өз ұсыныс ойын қарсы тосты. Сен менімен келіспей әскер басшыларын өз тайпаларыңнан жинап отырсың. Сені қызметіңнен алып тастауға осы күнәңнің өзі жеткілікті, деп қалды Валентиниан. Шындығында Арбогастың дәлелдеріне қарсы жауап таппай қалған император бұл сөзін байқаусыз ашу үстінде айтып қалып еді. Біріншіден, тәртіп орнатып әскерді нығайтсам, ол менің кемшілігім бе, деді ол. Әскерді күшейтіп, тәртіпті нығайтуым үшін солай істеуге тура келген жеке жағдайлар болды. Екіншіден, сіздің олай деуіңізге толықтай негіз жоқ. Мұнан кейін ол өз дәлелдерін келтіріп, әскердің де, жасақ басылардың да көпшілігі римдіктер екенін айтты. Үшіншіден, деді ол, ең басты мақсат ұлы Римнің сенімді қорғанысы қамтамасыз етілді. Әзір Рим әскері жаудан жеңіліп көрген емес. Рим жерінде әлі жау аяғын басқан жоқ. Императормен арадағы әңгімеде Рим басылары да болған еді. Бірақ олардың ешқайсысы ортаға килікпеген. Кім үстем шығады деп демдерін ішінен алып отырған. Жекпе-жек біраз жерге барып қалған. Дәлелдемелері әлсіз, көпті өзіне құлақ асыра алмаған императорға енді шегіну, жеңілгендігін мойындағандық болар еді. Бұл абырой, беделден айырылу, императорлықты қолдан беру. Ашуға мінген императордың жалғыз-ақ жолы қалған. Ол Арбогастты қызметінен босату. Солай істеді де. Қазір Арбогастың қызметтен шығарылған бұйрығын император қолына ұстатты. Императордың белден басқан ісіне Арбогастың айтары қалмаған. Ашу қысқан қолбасшы бұйрықты қолына ұстады да мәжіліс үйінен Байсалды басып шығып кете барды. Ұлы империяны билеп отырған екі басшының бұл ажырасуы мұнымен бітпейтінін осында отырғандардың бәрі де ұқты. Бұл ажырасудың ақыры империяны құрап тұрған үш тайпаның, франктер, готтар, римдіктердің үшке бөлініп ажырасып, Рим үстемдігінің әлсіреп не құлап тынатынын байқатқан еді. Отырыстан шыққан екінші Валентиниан төңірегіндегі Рим басыларымен бірге шіркеуге келді. Ондағы ойы шіркеуге табынып, аспанға қол жайып, иіліп бүгіліп Құдайға құлшылық жасау. Көзге көрінбейтін аспандағы беймәлім күштен күллі Римнің амандығын тілеу. Ал осы күш Римді құлатпай ұстап тұра алса, ендеше ол аман есен Римнің басында Құдайдың құлақ кесті құлы екінші Валентиниан отыра беруге тиіс. Ол қазір аспанға қол жайып осыны тіледі. Шіркеудің сонау зеңгір көкке қол созып аспанмен таласқан үшкір ұзын сүңгінің ұшар басына көз жіберді. Көз сүңгі аспанмен тілдесіп тұрғандай. Оның арғы ата-бабалары пұтқа табынған. Тастан қашалған адам бейнесіндегі жансыз құдайлар оларды жарылқап келген. Не тілесе, соның бәрін осы бір тас мүсіндер қайдан да тауып әкелетіндей. Бірақ сол бір заманның бейнесі бұл күнге жетпеді. Еміс-еміс естігендері ғана болмаса, Валентинианның ол заманнан білетіні аз. Бала шағында сол кезден қалған Рим көшелерінде ескі храмдардың жұрнақтарын ғана көргені бар. Оны халық даңқты қолбасшы Юлий Цезарьдың көзіндей көретін. Бірақ Валентинианның өзі сөз жоқ шіркеу адамы. Қолдан қашалған тас мүсінге табынғаннан гөрі аспанға қол жайған ана құрылым артық сияқты көрінеді оған. Оның көзі жеткен бір ақиқат
жансыз тас бейненің адам өміріне нендей де бір өзгеріс жасай алмайтыны, оның тілеуін бере алмайтыны, ал рухтың аспанда болатынына шек келтірмейді. Ол ойлаған белгісіз бір күш жер бетінде көрінбесе, ендеше аспанда болмай қайда болмақ? Жер бетіндегі мынау пенделеріне жаратқан ем жақсылығында, жамандығында сол аспаннан жібермесе, қайдан келмек? Қайырымдылығында, қаһарында ол жоғарыдан жасап жатыр емес пе? Ол ішке кіргеннен ақ тас қараңғы биік күмбез іші поптың құлшылық еткен үнінен күңіреніп кетті. Құлшылық ете келгендер біраздан соң кезек алып жарыса үн қатты. Шіркеу іші жарық дүниеден жаһаннамға дейін жеңістілеген үнмен жаңғырығып тұрды. Қанша жалбарынса да шіркеу Валентинианға көмектесе алмады. Арбагас тек кетпеген, тісін басып кеткен еді. Императормен қарсы болғасынақ, оған ендіден бұлай бейбіт өмір болмасы белгілі. Ендеше не Валентиниан, не Арбагас билік жүргізуге тиіс. Жеңгені билеп, жеңілгені құруы керек. Мұны бес саусағындай білген Арбагас қимылға кірісті. Ол әрекет Римді ұстап тұрған үш тайпа аражығын ашып кетпей тұрып, іске асуға тиіс. Солай болды да, арадан 2 күн өткенде Валентиниан өлтірілді. Оны өлтірген адам қолға түспей кетті. Бұл 392 жылдың мамыр айы болатын. Бұл күні Арбагас ауылда болмай шықты. Таңертең аң аулауға кеткен ол жанында 2 қосшысымен араға күн салып, ауылға келгенде осы оқиғаның үстінен түсті. Әйтсе де император өліміне оның қатысы бар деп күдіктенушілер көп еді. Оған тағы бір күдік, Валентинианның өлетінін білгендей, Арбагастың мемлекет билігін өз қолына алуға дайындығы еді. Арбагас сол бойда бар билікті қолына алды. Енді ел билеудің римдік дәстүрі мұрагерлік жолы бұзылған еді. Валентинианның өз балалары тым жас болды. Жалғыз інісі 2-ші Валентиниан бар болғаны 12 жаста. Мұрагерлік заңы бойынша тақ осылардікі болғанымен, бұл жағдай көз алартушыларға жәрдемдесті де мұрагерлер қудаланды. Грацианның отбасы 12 жастағы 2-ші Валентиниан анасымен екеуі қашып барып Феодесийді паналады. Франк тайпасынан шыққан қолбасшы Арбагас ел тізгінін өз қолына алды. Бірақ Арбагас бұл кезде Римде бір замандарда дәуірлеп, енді болса ізі әлі толық өше қоймаған, көмескі тартса да сақталып қалып отырған пұтқа табынумен жаңа орнап, әлі толық орныға қоймаған христиан дінінде ұстана қоймаған адам. Ендеше оны халық көпшілігінің қолдай қоймауы да мүмкін. Арбагас мұның да айласын тапты. Ол өз төңірегіне бұрынғы ескі дін, пұтқа табынатындардың аса беделді адамы Никомах Флавиани мен елде жаңа дәуірлеп келе жатқан христиан дінінің өкілі римдік аса бай адам Евгенийді тартты. 2-ші Феодесий. Батыс Римдегі жағдайға Шыңғыс Рим императоры 1-ші Феодесийде құлақ түріп отырған. Франк тайпасы адамының ұлы Рим мемлекетінің басына келуі оғанда қауіп. Феодесий қарадан шығып хан болған адам. Испанияда кедей отбасында дүниеге келген. Батырлығымен, ерлігімен, ұлы Римге адал қызметімен көзге түскен. 378 жылы Шығыс Рим императоры Валент өлгесін, оның орнын Феодесий басты. Содан бері ол император тағында. Шығыс Рим құрамында көп тайпалы еді. Мұнда Рим, Герман тайпаларынан өзге аландар бар болатын. Ал император Феодесий алысты ойлайтын адам. Ол өзге тайпаларды да тартпаса, Римді қорғауға римдіктердің өздерінің күші жетпейтін. Ал өзге тайпаларды тарту үшін олардың сеніміне ие болу керек. Сондықтан да қарауындағы өзге тайпаларға жағымды көрінуге ұмтылды. Тайпалар басшыларын төңірегіне тартты. Өзі сол тайпалардың киімін киіп, олармен әдеттегіше араласып жүре беретін. Мұның бәрін ол тайпалардың сеніміне кіріп алып, оларды пайдалану үшін істеген. Ал жау жоқ кезде ол тайпаларды
бірін-біріне айдап салып, өзара қырылыстырып қоятын. Бұл тайпаларды әлсіреп, римдіктердің үстемдігіне қарсылық көрсете алмайтындай жағдайға келетін. Феодосийдің бұл қулығы римдіктердің уақытша үстемдігін қамтамасыз еткенімен, іште әлсірете берді. Тайпалардың өзара қарым-қатынасы шиеленсе түсті. Кез келген сәтте олардың өзара қақтығысы туып кетуі мүмкін еді. Бұл әсіресе сыртқы жаумен арадағы шиеленісті жағдай тұсында тіптен қауіп болатын. Бірақ Феодосийдің тұсында Рим ондай жаугершілікке тап болған жоқ. Содан келіп, ішкі жағдайы сырттай қарағанда бүтінделіп, нығайып келе жатқандай көрінді. Осылайша 394 жылы екі империяны бір үлкен Римге біріктіріп, бір қолда ұстады. Ал келер жылдың қысында ол қайтыс болғанда, екі ұлына екі Римді, яғни Гонорийге батыс Римді, Аркадийге шығыс Рим, Константинопольді қалдырды. Әйтсе де, бұрынғы жарты әлемге үстемдігін жүргізіп тұрған құдіретті Римді қалпына келтіре алмай кетті. Бұл жерде оның қателігі жеке қара басының христиан болғандығында еді. Ол күллі жұртын өзіне осы христиан діні арқылы қаратпақ еді. Ал ақиқатында мұнысы өзіне сор болды. Ол бұрынғы пұтқа табынған кездегі мәдениетті жоғалтып алды. Қиратылған пұттар, алтын, күміс, қоладан соғылған түрлі бейнелерді, шіркеулерді қайта тұрғыза алмады. Одан артық мәдениет жасай алмай, бұл халқының сенімін жоғалтты. Жоғалтқан беделін қайтарып алу үшін кері шегінуге жол жоқ. Сондықтан алған беттен қайтпауды ұйғарған бірінші Феодосий қайтыс болардан бір жыл бұрын ұлы Римнің түгел христиан дінін қабылдайтынын жариялады. Ендіден бұлай Римде бұрынғы алтын, күміс, қоладан соғылған ескерткіштер, тастан қашалған пұтқа, басқа да адамзаттың озық ойына орын қалмаған. Сондай өнер иелері қудаланып жазаланды. Осылайша бұрынғы өркендеген Рим мәдениетін ендіден бұлай жойыла берді де, императорлары Римді күшейтемін деп жүріп, әлсіретіп, іштей ыдырата бастағанын өздері де байқамай қалды. Ал бұл ыдырау төніп келе жатқан ғұндар қаупіне жәрдемдесті. Елшілік. Руғила елшілері Константинопольге ай жүріп жетті. Константинополь шығыс Римнің орталығы. Мұнда сан ғасыр жарты әлемге билік жүргізген ежелгі Римнің бұрынғы императоры бірінші Феодосий 395 жылы дүниеден өтер алдында Римнің екі бөлегіне таққа екі баласын отырғызып кеткен. Ғұн ордасының әзірге император Аркадий отырған осы қаламен ісі бар. Өйткені біріншіден шекаралас көрші ел, екіншіден ғұндардың бұдан былайғы тұрмыс тіршілігіне ықпал ете алатын күллі Еуропаға билік жүргізіп отырған мемлекеттің бір бөлшегі. Ендеше онымен бейбіт қатынастың ғұндар үшін берері көп. Бірақ бейбіт қатынас бір жағының қалауымен болмайды. Оған екі жақты ұмтылыс керек. Екі жақтан бірдей ынталылық болғанда ғана бейбіт өмір болмақ. Бұған дейін бейбіт келген екі ел өткен жолы қолға түскен тұтқындар жөнінде мүдделестік таныта алмады. Бұл екі ел де герман тайпаларымен қашаннан қақтығысып келе жатқан. Олды кезінде ғұндар вестготтарға соңғы шайқасында мықтап соққы берген. Жеңіліске ұшыраған вестготтар королі Германариктің баласы Гунимуда басқарған бір бөлегі ғұндарға кірді де, екінші бір бөлегі Римге қашқан. Атанарих басқарған үлкен топ Карпат асып кеткен. Рим мемлекетінде де, ғұн ордасында да соғыста бірінен қашып, екінші елге өтіп кеткен қашқындарды қайтарып беруге екі жақты келісім болатын. Шани олды кезінде осы келісім Рим тарапынан бұзылып, ғұн ордасынан қашқан вестгот тұтқындары қайтарылмаған. Руғила екі ел үшінде маңызы бар арадағы ескі тәртіпті қайта жаңғыртпақ. Елшілерін сол үшін жіберген.